Көліктің бағаларын түсіріп жалғастырамыз ғой, иә, Гүлеке? Бізбен бірге болыңыздар. Күн ысыда Гүлекең жасап жүр. Соның құрметіне лайктарыңызды аямай басып қойыңыздар. Комментарийді жазып қойыңыздар. Біздің каналға тіркеліп қойсаңыздар, біз сіздерге күнде жақсы көліктерді шығарып тұруға тырысамыз. Рахмет сіздерге. Мынау көлік ерекше көлік екен де, аппақ новый көлік емес пе? Жалтырап тұр екен. Жоқ, новый емес. Аты не екен бұның? Ягуар ма бірдеме ғой? Жоқ, Peugeot дейді. Peugeot 308 дейді. 9. Бірде 6, объем 3 миллион жарым дейді. 200 мың жүрілген дейді, телефон нөмірі жазылып тұр. Peugeot деген көлік. Көлікке дейік сыртынан жағдайын бәрін танысып өтейік, сосын қазір ішін көреміз. Peugeot. Ерекше көлік екен. Так, мінекей салоны мынандай екен. Ішінде есі отыр екен, салоны мынандай екен. Жағдай жақсы сияқты ғой да? Қалай, шауып тұр ма? Жетіп тұр ма? Қазақша білесің бе? Не түсінбейатсың ба не? Жағдайы қалай деймін машинаның? Нормально ма, жақсы ма? Түсінесің қазақша да? Қазақша түсініп, бәсе қазақша түсінбесең ұрсайын деп өтердің. Құдай сақтады қазақша түсініп. Неме? Қайырлығы, не істеу керек? Бәрі неме? Нормально жақсы, состояние жақсы ма? Ал, бәрі дұрыс дейді, көрейік. Аласа сияқты ғой, совсем. Аласа ма? Мәмесі не дейді, Гүлеке? Қайсы, осы ма? Түсі әдемі де? Түсі әдемі, соны енді түсіріп атқаным сен, түсі әдемілердің қасында жүретін боласың. Жағдайы мінекей, сыртқы жағдайы. Артқы келбеті. Оқтей, мынандай бар екен. Бұл енді бармайды бұл көліктер. Біздің қазіргі немізге. Сонда көрсетіп кетейік енді. Іші мінекей. Бағасы 3 миллион жарым дейді 96 жылғы. Енді тұра ма тұрмайым өздеріңіз айтарсыздар көрдіңіздер. Томпақ Nissan тұр, Томпақ Nissan. Не дейді екен? Сен кім аншек? Томпақ екен машинаң, күшті екен. Не деп тұрсың? 2 миллион 700 дейді. Жылы? Жылы 2001 дейді. Жағдайы қалай? От? Лапылдап тұр ма кәдімгідей? Қанжар от жасып тұр. Қанжар от жасып тұр дейді. Қыста не жасады? Жазда мұз жасады. Жазда мұз жасады. Қыста от жасады дейсің. Керім. Ал, қалай мына машина? Асты биік екен. Томпақ екен да? Жұмыс жасайтын андай нелерге. Дым, іштен шықмайды. Ходовой бәрі, мотор бәрі керім дейсің. Зың дейді. Ал, нөміріңді айтшы бер? 775 614 79 94. Сол нөмірге қалысасыздар. Қап-қара Ауди тұр ғой. Мен түсір деп. Сөйтіп тұрған сияқты ол қарап тұр да. Саған қарап тұр ма? Жалтырап тұр екен негізі. Жалт жұт өтіп. Мінекей жағдайы осы. Әдеттегідей алды, арты, сырты жаны. Не болды Гүлеке? 95 жылы екен. 95 жылғы дейді. Сосын айта берсейші. Бағасы 3 миллион. 3 миллион? Бағасы 3 миллион дейді. Сіздердікі ма? Мінекей. Жағдайы, ішкі жағдайы. Жалтыратып қойыпты. Осы бұл Аудидің. Телефон көрсетіп берейін енді. Телефон нөмірі мінекей осындай. Пробег 200 мың деп жазып қойыпты. 3 миллион дейді. Бұл Аудидің жағдайы осы. Қызыл. Бордовый күшті. Қызыл машинаны көрсетейік, Kia. Бордовый ма сондай да? Гүлекең ысыда шызып жүрген еңбегінде лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Қап-қара болдым ғой. Сіздер үшін. Комментарийді жазып жіберіңіздер жақсы жағынан. Сосын осы видеоны достарыңызға, машина іздеп жүрген адамдарға таратып отырыңыздар. Енді қазақ тілді каналды дамытуға атсалысайық та ағайындар. Мына Kia'ның жағдайы осы. Сырты керім енді. Сырты керім бе? Шек-шиіп тұр ма? Жағдайы міне, опа, қағазы мынаған алдыма қарай ұшып келіп отыр ғой. Мен сүр деп па? 5 миллион 100 мың теңге дейді. 2014 жылғы екен. Кондиционер бар дейді. 6 ступеньк, механика екен. Телефон нөмірі мінекей жазылып тұр. Осы жағдай. Бұл Kia'ның. Кобальт дейді, бұл хит болған кобальт қой. Анау машинаның орнын басып отыр бұл қазір. Кобальт 2020 дейді. Қазір камереңді сыртсап отыр бұл кобальттар. Көптігі менен. 2020 жылға объем 1.5 механика.
5 миллион 300 мың дейді. Телефон нөмірі жазылып тұр. 2020-ға 5 миллион 300 мың ба? Так, бұның новыйлары қанша? Салонда? Ал мен 7 миллионнан көрдім осыны. Әлде ол бұның несі басқа ма? Комплектациясы басқа ма? Так, мінекей, іші мынау. Салоны мынау. Келсеміз дейді. Есігі мынау. 2020 өзінің жылы. Артқы жағдайы мінекей, артқы келбеті. Не жағдайы бар? Не істеу керек? Минетте жүре бере ма? Минетте жүре береді дейді. Газ қондырылған дейді. Қанша жүресіз? 5-ке түсетін шығарым дейді. Жаңа нөмірге саудалассаңыздар, саудаласуға болады, одан да түсіретін шығар енді. Мынау не соқпағынан тұрған. Мен мұндалап тұр да, кәдімгі, әдемі. Әдемі екен сырты. Бұнда баға жазылған екен, балдар отыр үшін. Сұрап алармыз бағасын. Қанша екенін. Бұл Nissan Tiana деген көлік қой. Негізі Tianалар әдемі, әңгіме жоқ. Әдемі жағынан. Жүріс жағынан, басқа жағынан айта алмаймын. Көрермендер өздеріңіз айтып өтерсіздер. Қазір көреміз. Сұрайық. Ассалаумағалейкум аға. Иә. Сіздікі ма машинаға? Жоқ, менікі тарап жатыр. Бағасын біліп алайын балдардан. Алдаған жоқ қайтып? Бағасы 6 миллион 300 мың. Алдауға тырысады. Жылы? Иә, оларға сенбеу керек. 2013. 3-5 объем ба? Полный комплектация. Неше жейді 3-5-ің? Я, бензин. Сояқтан көшіп келген 20 Жоқ, 3-5 объем үлкен екен де, ол қиынау сату. Жағдайы осы ал, Nissan Tiana'ның. Конечно, қазақпын. Өзбекстанда не істеді? Мынау Mercedes'ті көріп кетейік, Гүлке. Не дейді екен? Mercedes'тің жағдайы қалай екен? Шекшейіп тұр ма? Шекшейіп тұр дейді ол. Гүлкең айтса болды қойып қойын. Қой, үйтіп айтпа. Екінші мынандай. Бұны салон не? Велюр деп айтыла ма? Кожа ғой бетін келген. Кожа ма? Бетіне мындай салып қойын, мата салып қойдыңдар ма? Есігінің жағдайы мінекей. Беті чехолмен қаптап қойдым дейді ол. Мерседес жақсы екен де, әдемі екен, тың сияқты ол. Не деп тұр? 2003. 2003 жылғы. Бағасы 5 миллион 500. 5 миллион 500. 2003. Так, қазір телефон. Өзің қараш. Телефоны мінекей көрсетіп жіберейін. Жаңа Mercedes E320 2003 жылғы. Осы жағдай. Үлкен таныстырып өтті ғой. Мына Toyota. Avensis дейді ол. Ақтары маған ұнамайды, кішкене түседі. Ақ машина ұнамайды ал. Енді басқа түс машиналар түсіріп Таныстыра бер енді. Таныстырамыз ғой енді. Басқа адамдар ұнайды ғой енді Гүлке. Так, Toyota Avensis дейтін көлік. Не дейді екен сыртқы жағдай? Көріп өтейік. Мінекей мына жері кішкене бампер құттаймыз. Жырылған жері бар екен. Былай жағдайы жақсы сияқты. Сіздікі ма қарындас? Өзіңіз жүргізіңіз ба? Қыз... Күйеуі екеуі жүргізмен. Қыз бала жүргізді деп нетің деп айтылсам. Күйеуі екеуі жүргіздік дейді. Жағдайы мінекей. Қазір бағасымен жылменен танысамыз енді. Toyota Avensis 2007 жылғы объем 1.8 автомат. Налогі төленген 4 миллион 650 мың деп тұр. Телефон нөмір жазылып тұр. Осы бағасы. Қызыл Ауdiді көрсетейік. Жылтырап тұр екен, бояп қойған ба? Бояп қойған ба? Сүртіп, бояп, сүртіп қойған дейсің. Жоқ, өзінікі ма дегенім ғой елі. Краскіленген шығар, краскіленген сияқты. Так, мінекей салонын көрсетейін сразу бірден. Audидің салоны. Күшті алып қойды. Есіп қойды қойды. Пригін отырым дейді ол. Тәңертен алып келдім дей ме? Қанша бағасы? Мен де өтірік айтып қойын аға. 3 миллион 700 дейді. Так. Жалдатып қойсын. Краскіленген ма, өзінікі ма? Родной ма? Мә, родной краска. Мен краскіленгенде басып жатырмын ғой. Родной екен краскасы. Енді жылы 91? 91 дейді. 30 жылдан асты. 30 жылдан асты. Енді қанша жүреді? Та 30 жыл жүре ма? 30 жыл жүреді деп қояды. Универсал Toyota'м жасап Қазір таныстырамыз. байқадыңыз ба? Нөмірін көрсетемін. Универсал Toyota. 91 жылғы 23 объем автомат. Камрилер бар сияқты да?
Бүгінгі күн біздің кілең подписчиктермен кездесу күні болып кетті. Көп адаммен тұрып қалдық мына сөйлесіп. Мына Infinity деген көлік. Сен көрмеген шығарсың бұндай көлік. Infinity дегенді естуің бар ғой? Естуің бар ма? Бірақ Гүлекең бәрін біледі. Бұл да бір қымбат көліктердің біреуі. Әдемі екен де? Кең. Самолет сияқты ма ше? Бірақ ескі, жылы ескі, новый. 2003 дейді ғой. Новый Infinitylер басқаша ғой енді. 2003? 20 жыл ма? Объем 3,5 дейді. Объем 3,5 дейді. Мә, 3,5 объем. Осы объем үлкендерге осы. Көп қызыға бермеймін деймін бе? Бірақ көрермендерім бар олар. Бағасы 4 миллион 600. 4 миллион 600. Автомат дейді, Иә. Телефон нөмірін көрсетіп өтейік. Телефон нөмірі мінекей. Осы нөмірге хабарласарсыздар. Ал мінекей дұрыстау бір қымбаттау көлік керек десеңіздер. Бұндай Toyota тұр. Қазір көрсетіп өтем. Бірінші әдеттегідей ішкі сыртымен танысып аламыз. Есік ашық болса, ай жабық тұр екен. Құрметті сатушылар, есіктеріңізді ашып қойсаңыздар, бәрін көрсетуге жақсы болар еді. Toyota'ның артқы жағдайы Avensis. Toyota Avensis деген көлік. Осы алды арты жанынан қарағанда. 2011. 2011. 2011. 7 миллион 700 дейді. 7 миллион 700 деп тұр дейді ғой. Телефон нөмірі мінекей, объем 2 екен, автомат коробка. Ма 12 жыл болған машинаға сондай сұрап тұр ма? Ал енді Toyota бұл деген. Көрейік тағы да не бар екен. Так, Camry 35. Camry 35 ұстайды көрермендерім. YouTube-ға түсіріп жатырмын ғой. Camry 35 сұрағасын түсіріп жатқаным. Так, не, қандай ерекшеліктер бар? Ерекшелік европеец. Европеец. Екінші хозяин. Автосалоннан алғаннан екінші хозяинсың ба? Аха, Қазақстандық дейді. Так. Вождение майда шүйдік деген. Мотор 4 запчастарды алып қойған. Майда шүйді инжетіне? Стеклоподъемник моторчигі. Стеклоподъемникті моторчигі дейді. Мотор жағынан, ходовой жағынан? Не бар, қарайды, айдап көріп. Айдап қарап, тест драйв жасап көрсін дейсің ба? Салоннан алған машинам. Мотор привозной, ауыстырыптадыңдар моторын? Өткен жылы. Camry 35, Европеец 2005 жылғы, объем 2,4, автомат коробка. 6 миллион 500 мың деп тұр. Телефон нөмір жазылып тұр. Объем 2,4 дейді. Саудаласып отыр, бірақ осы алып кетті, сатылып кетті деген көлікті көрген жоқпын әлі. Машина көп, ал сатылып кетті деген көлікті көрген жоқпын. Мына Мерседес шекшиіп тұр екен. Көзі бақырайып, көзі чыпылық-чыпылық етіп тұр екен, екі көзбенен қарап. Қазір сұраймыз. Түсіріп алайын, алды, артын, сыртын бәрін көрсетіп алайын. Сыртқы жағдайы осы. Артық келбеті, мінекей артына ән сабвуфер салып қойыпты, колонка. Колонка дүкілдіп тұрған шығар, да? Полный дейді. Ме, 6 колонка дейді, бір буфер. Бәрі зыпты дейді. Қыста от жасады дейді ғой, да? Жазда қар жасады деймі сөйтіп айтады ғой адамдар. Машина сөйтіп мақтайды ғой. Есігінің жағдайы мінекей. Енді кнопка бірдемелер болатын еді ғой. Жоқ, мұны тореш қой, қабышым шешін. Кожный салон ба? Кожный салон екен. Так, не деп тұрсыз енді? 4 миллион деп тұр екен, 98 жылғы, объем 2,8, автомат дейді, телефон нөмір жазылып тұр. Түсірім дейсіз ғой да, саудаласы бар деп тұрсыз ғой. 4-тен түсіреді, жаңа нөмірге хабарлассаңыздар. Кілең Мерседес болып кетті ғой. Кілең Мерседес, енді базарда Мерседес көп қой. Мына Мерседесті көрсетіп кетейік. Сосын әу жерде минивэн тұр, қазір көрсетеміз соны. Так, мына Мерседес айналып бір шығайық. Не деп тұрған? Мен тез айтайыншы, күйіп баратырмын. Ал деп айтып жібер. 97 жыл туылған. Автомат, не? Двигатель зон 2,8 дегенде. 2,8 деп. Бағасы 4 миллион 400. Телефоны 747 197 44 26. Өз Гүлекең таныстырып шықты, рахмет.